Сәлеметсіңдер ме, қымбатты оқушылар. Өзін-өз тану сабағына қош келдіңдер. Бүгінгі сабақта бастаулардың бастауы тақырыбымен танысатын боламыз. Ендеше балалар, сабаққа деген зейіндерің ашылсын. Сендерге тек қана сәттілік тілеймін. Олай болса балалар, сабағымыздың дәйек сөзімен таныс болайық. Отбасы жылылық ұясы. Дәйек сөздің мағынасын қалай түсіндіңдер? Отбасын неге жылылық ұясына теңейді? Енді осы сөздерге назар аударып, өз ойымызбен нақтылап көрейік. Отбасы әрбір адамның жылы ұясы, құтты мекені. Шыр етіп осынау өмірдің есігін ашқаннан кейін, адам баласы отбасындағы жандардың мейірімі мен махаббатына бөленіп өседі. Әрбір адамның өз туған үйі бар. Әркімге өз туған үйі бәрінен де ыстық. Сондықтан адам қашанда өз үйін аңсап тұрады. Туған үй жаныңды жылытады, қуаныш сыйлайды, көңіліңді көтереді. Туған үйде өзіңді сағына күтетін адамдар бар. Туған үйдің жылуы да адамға қуат береді. Құрметті балалар, отбасының татулығын, жылулығын сақтап қалу үшін бойымызда адамгершілік, сыйластық, сүйіспеншілік қасиеттері болуы керек. Ендеше балалар, бүгінгі сабағымыздың сыйы ретінде отбасының жылулығы, татулығын сақтап қалу үшін қандай қасиеттер керек екен? Сол туралы бейнежазбаны назарларыңызға ұсынамын. Мен 3-ші сыныпқа барғанша өзіміздің кедей екенімізді білген жоқпын. Өйткені анам біздің кедейлігімізді ешқашан білдірген емес. Менің 5 туған сіңілім бар. Анам әрдайым үстіміздің таза болуына үлкен мән беретін. Киіміміздің жыртығын өзі жамайтын, күн сайын таңертең шашымды жуатын, ал аяқ киімім жалтырап, тап-таза болып тұратын. Анамның тәрбиесінің арқасында мен 3-ші сыныпқа дейін кедей екенімізді сезінген емеспін. Bir күні сыныптас қыздарыммен сөзге келіп қалдым. Біреу маған «Ей, қу кедей» деп айғайлады. Біреу менің төбемнен мұздай су құйып жібергендей болды. Сабақтан келіп үйіме жақсылап назар салдым. Төсектегі жамылғы жыртық, бірнеше жыл сырланбаған қабырғада толған саусақтың іздері, тоңазғышты ашсам, бір тәрелкеде асбұршақ туралған қияр ғана тұр. Басқа ештеңе жоқ. Үстелге қарасам, бірнеше қызанақ пен қатқан нан жатыр. Қалай сонда? Біз сонда расымен де кедей болғанбыз ба? Сол сәтте шынымен ақ кедей екенімізді тұңғыш рет сезініп, қатты жылаттым. Содан соң бар күшімді жинап анамнан «Анашым, біз кедейміз бе?» деп сұрадым. Ондай сөзім үшін анам мен ұратын шығар деп ойладым. Бірақ ол ұрған жоқ. Маған қарап таңырқап, «Кедейміз дейсің бе?» «Жоқ жаным, біз кедей емеспіз». Ас үйдің есігін ашты да «Сіңілдеріңе қараш, олар қалай секіріп ойнап жүр. Ал күлкілері ше, денсаулықтары қандай мықты. Мұндай сүйкімді сіңілдер сенен басқа кімде бар? Мына сурет есіңде ме? Бәріміз бірге ас бұршақ пен қияр жеп отырмыз. Өзіміз мәзбіз, қараш» деді. Содан соң тоңазытқышты ашып, үйінде ас бұршақ мен қияр жоқ адамдар бар. Олар аш отыр, ал біздің тамағымыз бар. Ал сен біздің ақшамыз болмаған соң кедейміз деп ойлап тұрсың ба? Егер ақшаға қатысты болса, мүмкін біз кедей шығармыз. Есесіне бізді бай қылатын басқа нәрселеріміз бар ғой. Мәселен, басқа адамдар біз сияқты шынайы күле алмайды. Кейбіреулердің ақшасы бар, бірақ біздікі секілді мықты денсаулығы жоқ. Ал кейбір кісілерде біздің махаббатымыз сияқты ыстық сезім жоқ. Ең бастысы, біз адалмыз. Сондықтан да біз баймыз. Осылай деді, анам мені жалғыз қалдырып, ештеңе болмағандай ас үйге кетті. Анамның сөздері мені қалай қанағаттандырғанын ол байқаған да жоқ. Мен оның дайындап жатқан тамағына емес, асыл сөздерін ақ тойып қалған едім. Ол менің көңілімді көтеріп, жүзіме күлкі сыйлады. Құрметті балалар, отбасындағы татулық, байлық әңгімесі сендерге ұнады ма? Ендеше экрандағы сұрақтарға жауап беріп көрейік.
басты кейіпкер қыз байлықты қалай түсінді? Отбасындағы жылулық, байлық дегенді қалай түсінесіңдер? Өз үйіңде бауырларыңа, ата-анаңа жылулығыңды қалай білдіріп жүрсің? Ендеше балалар, сұрақтарға жауап беріп болсақ, мына өлең жолдарына назар аударып, жаттап алуға бас бармағым атам үйдің данасы, балан үйрек, әжем ошақ анасы, ортан терек, әкем отау панасы, шодыр шүмек, шешем шаңырақ ажары, титтай бөбек, мен бәрінің базары. Осындай көңіл күймен балалар, сендерге шығармашылық жұмыс ұсынамын. Бұл тапсырмаларды орындай отырып, сендер отбасындағы жылулық, бауырмалдылық, татулық туралы терең түсініп, оны іс жүзінде атқара алатын боласыңдар. Оқулықтағы бірінші тапсырма: көп нүктенің орнына қажетті сөздерді қойып, мақал-мәтелдерді оқыңдар. Екінші тапсырма: өз қиялдарыңа ерік беріңдер. Өз ойларыңды суретке еркін түсіріңдер. Өз үйлерінің суретін салыңдар. Осымен балалар, бүгінгі сабағымызды қорытындылайтын кезеңге келіп жеттік. Балалар, ата-аналарыңды, бауырларыңды, туыстарыңды, достарыңды құрметтеп, сыйлап, қамқор болып жүріңдер. Бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау болыңдар.